инклюзивті білім беру жүйесі қарқынды даму үстінде. Ерекше білімді қажет ететін балаларды мектепке енгізуде үлкен сұрақтар, үлкен мәселелер туындап жатыр. Ол балаларды енгізумен қатар көптеген қиындықтар туындап жатыр. Өйткені балалар жалпы білім беру мекемелеріне үйренулері бірден бейімделіп кетуі қиындық тудырып жатыр. Сондықтан да қазіргі таңда мектептің штаттық кестелеріне педагог ассистенттер енгізілуде. Педагог ассистенттерге арналған біздің орталықтың әдістемелік құралы жарық көрді. Сол әдістемелік құралдың мақсаты педагог ассистенттерге бағдар көрсету. Қызметтерінде қандай әдіс-тәсілдерді қолдану керек, балалармен жұмыс барысында қандай қағидаларды ұстану керектігі көрсетілген. Педагог ассистенттердің басты мақсаты баланы мектеп өміріне, білім мекемесіне енгізу, бейімдеу болып саналады. Бұл әдістемелік құралдың мақсаты педагог ассистенттерге жұмыстарына, қызметтеріне бағдар көрсету. Олардың балаға көмектесетін әдіс-тәсілдерді қолдана білу және мектептегі білім беру ұйымдарындағы мамандармен бірлесе топтық жұмыс жасау болып саналады. Бекітілген нормативті құқықтық заңнамаларға сүйене отырып, бұл әдістемелік құрал мамандар тобымен құрастырылды және қазіргі таңда мамандарға ұсынылып отыр.